Барлығыңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі тез пісетін творожный пирогты бірге дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де каналыма тіркеліп, өз комментарияларыңызды жаза отырып, лайктарыңызды басып өтіңіздер. Бүгінгі сіздермен бірге дайындайтын пирогымыз творожный пирог. Ең алдымен бізге ерітілген сары май, құмшекер, жұмыртқа, разрыхитель, ұн керек. Бөлме температурасында ерітілген сары майымызды құмшекермен жақсылап араластырамыз. Және араластырып болғаннан кейін осы массамызға бір жұмыртқаны қосамыз. Массамызды жақсылап тағы да араластырамыз. Міндетті түрде жақсылап араласу керек. Және осы массамызға біздің електен өткізілген ұнымызбен разрыхителімізді қоса отырып, жақсылап әдемі қамырын дайындаймыз. Яғни творожный пирогтың қамырын дайындаймыз. Дайын болған қамырымызды арнайы формаға әдемелеп тұрып жаямыз. Және де дайын болған формамыздың жанына екінші бөлігін, яғни қамырымыздың екінші бөлігін осылай рет-ретімен жайғастырып шығамыз. Дайын болған формамызды вилканың көмегімен қамырымыз біркелкі шығу үшін осылай вилканың көмегімен реттеп шығамыз. Осы дайын болған формамызды салмамыз дайын болғанша холодильникке қоя тұрамыз. Біздің салмамызға қажетті творог, жұмыртқа, құмшекер және де қаймақ керек. Осы аталған барлық массамызды, творогты, құмшекерді, жұмыртқаны, қаймақты блендердің көмегімен немесе вилканың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Дайын болған массамызды, яғни салмамызды әдемелеп осылай салып, қызып тұрған печкаға 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогтарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, әрі тез, өте дәмді болды. Бірақ дайын болған творожный пирогымызды бөлме температурасында салқындағаннан соң кессек өте әдемі шығады. Бұл біздің дайын болған творожный пирогтарымыз. Өте тез, әрі дәмді, әрі песочный тестомен дайын болған біздің творожный пирогымыз. Барлықтарыңызға осы творожный пирог ас болсын, дастарханымызда тек молшылық болсын.